Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кекстің рецептімен бөлісемін. Өте биік болып шығады және бір жұмыртқадан жасалынады. Менің YouTube каналыма кіріп тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Кекстің құрамына үйдің жұмыртқасын қолдандым. Бір жұмыртқа керек, және де 1 кесе сүт, 1 кесе сұйық май, 1 кесе қант, 2 кесе ұн, және де қопсытқыш разрыхлитель, және де сахарный пудра және кекске арналған ыдыс қажет. Таза әрі құрғақ ыдысымызға 1 жұмыртқамызды жарып, үстіне 1 кесеге толтырмай қантымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Көпіршітіп, ағарғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыра отырып, үстіне 1 кесеге толтырмай сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз қою болғанша. Және де үстіне 1 кесеге толтырмай сұйық майымызды құямыз. Жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз тағы да. Мінекей шанышқынымен араластырғаннан кейін ұнымызды алдын ала елегіштен өткізіп алдым. Үстіне разрыхлитель, яғни қопсытқыш деп атайды. Осы қопсытқышты 1 шай қасық мөлшермен салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға ұнымызды 2 бөлікке бөліп, аз-аздан сала отырып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырғаннан кейін қалған бөліктерін ұнды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Арасында түйіршектелген ұнымыз қалып қалмау керек. Жақсылап қою масса болғанша араластырамыз. Мінекей дәл видеодағыдай қою масса болып шығады. Міне келесі формамызды дайындап алдым. Қою массамызды формамызға қасықтың мөлшерімен 2-2,5 қасықтай саламыз. Толтырмаймыз. Барлық формаға осылай құйып шығатын боламыз. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да түрлі рецептпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей қою массамызды барлық кекстің ыдысына салып құйып шықтым. Қызып тұрған пеште 200 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. 20 минутта пісіп шықты. Әрі биік, әрі дәмді, әрі түсі де әдемі болып шыққан. Көріп тұрғандарыңыздай керемет дәмді болып шығады. Таңғы асқа балаларыңызға жасап берсеңіздер, жиі жасап беруге ұсыныс жасайтын болады балаларыңыз. Және де жақындарыңызға да ұнайды деп ойлаймын. Менің өзім бір жасағаннан осылай биік әрі дәмді болып шықты. Жиі жасап тұрамын. Бетіне сахарный пудра, яғни қант ұнтағын қоссаңыздар болады. Не болмаса қоспауларыңызға да міндетті емес.
Кексіміз осындай биік әрі дәмді әрі тәтті әрі түсі де әдемі болып пісіп шығады. Және де арасында да жұмсақ нәзік болып шығады. Сол себепті менің YouTube каналымдағы рецепттер сіздерге ұнап жатса пікір қалдырып, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.